Педагогика пәнінен бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз экологиялық тәрбие. Экология тақырыбы бойынша қамтылатын мәселелер. Экология және экологиялық тәрбие туралы түсінік, экологиялық тәрбиенің мақсат міндеттері, оқу тәрбие процесіндегі экологиялық тәрбие. Ендеше экология ұғымына ассоциация жасап көрейік. Экология үй, экология өсімдіктер, экология ауа, экология табиғат, экология адамдар, экология жануарлар, экология жер, экология баспана. Міне осындай ұғымдармен экология ұғымы байланысады екен. Экология табиғатты пайдаланудың ғылыми теориялық негіздері. Экология дегеніміз тірі ағзалардың бір-бірімен және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін биология ғылымының саласы. Экологиялық тәрбиенің негізгі мақсаты жастардың экологиялық көзқарасын, санасын, табиғатқа үлкен парасаттылық, жауапкершілік қарым-қатынасын қалыптастыру. Осы тәрбие арқылы адамның мәдениеттілік сезімі, экологиялық санасы қалыптасады. Экологиялық біліммен тәрбие берудің мақсаты. Қоршаған ортаға жауапсыздықпен қараушыларға жол бермеу, жастардың бойында экологиялық мәдениет дағдысын қалыптастыру, қоғамдық пайдалы еңбек тәрбиесі арқылы табиғатты қорғау, күту және жақсарту, экологиялық білімді насихаттау. Экологиялық тәрбиенің басты міндеттері өмірде және нақты іс-әрекетте экологиялық білімді қолдана білу, іскерлікке төселу. Табиғатты қорғау және өзгерістерге байланысты оқушылардың жаппай қоғамдық пайдалы еңбекке қосу. Мектепте экологиялық білім мен тәрбие беруді ұйымдастыру. Ендігі мәселе оқу тәрбие процесіндегі экологиялық тәрбие. Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды еңбек сабақтарында алады. Олар үй мүліктерін, киім-кешек, тағам, тағы басқа табиғат жасайтын пайдалы жолмен қарастырады. Бастауыш сыныптардың оқу бағдарламасындағы оқушылардың экологиялық іскерлік дағдысын қалыптастыруға бағытталған жұмыс түрлері. Өсімдіктердің даму кезеңіне бақылау жүргізу, мектеп пен қоғамның мүлікті ұқыптылықпен күту, тұрмыста электроэнергияны, газды, суды үнемді пайдалану. Орта және жоғары оқу сынып оқушыларын кең көлемде экологиялық біліммен қаруландыру қажет. Экологиялық тәрбие жұмысының түрлері. Ауыл мектептерінің оқу тәрбие алаңын бағалы ағаштар тұқымының көшеттерін өсіріп көгалдандыруға пайдалану. Мектеп оқушылары мемлекеттік орман шаруашылығына үнемі көмек көрсетіп отыру керек. Олардың негізгі атқаратын жұмыстарының бірі көшет материалдарын өсіру, ағаштарды отырғызу, оларды күту, өрттен, ұрлықтан қорғау. Орман тоғайдағы зиянды жәндіктермен күресу, пайдалы жануарларды қорғау және есепке алып отыру. Экологиялық мәселелер. Бұл ауаның ластануы, қоқыстың көбеюі, орманның жойылуы, жануарлардың, құстардың азаюы, судың ластануы және сарқылуы. Ендеше назарларыңызға келесі бейнетаспаны ұсынамын.
қоқыс жәшігіне жанай лақтырылған қағаз булмасы, ормандағы сейілдеуден кейін қалған консерві қалбыры, немесе пластик бөтелке, жүріп бара жатып тастай салған сағыз. Сіз бұдан кейін осы қоқысқа не болатынын ойланып көрдіңіз бе? Қағаз жаңбыр астында қалуы мүмкін. Кейін кебет, тағы суланады, осылайша қайталана береді де, ең соңында ыдырайды. Дегенмен толық ыдырау үшін 5 жыл қажет. Консерві қалбырын әуелі тат басады, кемір жұқарып, сынғыш күйге өтеді. Ақырында толық ыдырап тынады, бірақ 2 ғасырдан кейін. Ал лақтырылған пластик бөтелке 500 жылдан кейін ыдырайды. Сондай-ақ пластик бұл уақыт ішінде ауаға, топыраққа және суға зиянды заттар бөліп шығарып отырады. Сағыз қауіпсіз елеусіз нәрсе көрінуі мүмкін. Ол ыстық күн астында 1 айдай, қоңыр салқын жерде 100 жылдан артық уақыт сақталуы мүмкін. Қоқыс арасындағы ең көп жиналатындар шыны ыдыстар мен бөтелкелер. Шыны ыдырамай, ендеше лақтырылған жерінде мәңгі жатуы мүмкін. Қоқыс қоршаған ортаны ғана бүлдіріп қоймай, өсімдіктерді құртып, жануарлардың өліміне себепші болады. Сейіл болған жердегі иіске келген аңдар тамақ иісі сезілген целлофан қалталарды, тіпті шыныларды да жұтып қоюы мүмкін. Ондай заттарды олардың асқазаны қорыта алмайды. Демек, жануар өледі. Ал енді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Мұндай ыдыс, бөтелке немесе қалбырлар әлем бойынша миллиардтап саналады. Табиғаттың тірі организмнің қаншасын өлтіруге қауқарлы екенін осыдан біле беріңіз. Мұндай өлімге себепкер болмас үшін демалған орында қалған қоқыстарды жинап, қапшыққа салып, жақын маңдағы қоқыс жәшігіне тастап кету жеткілікті. Батарея туралы арнайы айту керек. Олар кез келген жерде, тұрмыстық техникада, ойын құралдарында, плеерлерде, тағы басқаларда кездеседі. Батарея құрамында ауыр металдар, цинк, марганец, кадмий, никель, сынап бар. Олар өте зиянды. Қоқыс полигонына жеткен батареялар ауа мен су әсерінен ыдырап, ауыр металдар топыраққа, кейін сол арқылы жер асты суына өтеді. Бір батареяның өзі 20 шаршы метр жер мен 400 литр суды ластауға қабілетті. Ол судың кейін біздің ауыз суымызға қосылмасына кім кепілдік береді? Бұндай болмас үшін батарейканы лақтырудың қажеті жоқ. Ескі батареяларды жинайтын арнайы орын бар. Сондай орындарда жинақталған батареялар арнайы зауытқа жеткізіледі де, сол арада табиғатқа зияны тигізілмей қорытылады. Ең қауіпті апат орман өрті. Қазақстандағы орманды алқап ел аумағының 2% алып жатыр және қорғауға аса мұқтаж. Өрт орманның бірінші жауы. Орманды тып-типыл етуге күн көзінде қалған кішкене шыны бөлшегінің өзі-ақ жетіп жатыр. Күн сәулесі күн көзінде қалған шыныны тұтандырғышқа лезде айналдыра алады. Егер оның астында шөп немесе жапырақ болса, өрттен қашып құтылу мүмкін емес, және ол тез таралады. Өрт жер бетімен сағатына 5 км жылдамдықпен жылжыса, жоғарғы жақпен бір ағаштың келесі ағаш басына шарпи жылжуы сағатына 70 км жылдамдықтан асады. Тұжырым жасап көрелік. Осы орманның өсіп қалыптасуына жүздеген жылдар қажет болды. Жойылуына санаулы сағат жетіп жатыр. Электр мен суды үнемдеу біздің әмиянымызға түсер салмақты азайтып қана қоймайды. Ол экология үшін де пайдалы. Адам тісін тазартып жатқан 1,5 минутта су құбыры шүмегінен 8 литрге дейін су ағатындығы есептелген. Бұл орташа өлшемді шелектегі сумен тең. Қазіргі уақытта таза ауыз су мұнай секілді құнды нәрсе. Оны ойсыз шығындау неге келіп соғуы мүмкін. Арал теңізінің тарихын ғасыр апаты деп атайды. Оған Сырдария және Әмудария деген екі үлкен өзен құяды. 20 ғасырдың соңында адамдар егістік жерлерін ұлғайтып, осы өзендердің суын бұрып ала бастады. Нәтижесінде теңіз тартылып, қазақстандықтар мақтаныш ететін балық қорын жоғалтып алды. Арал теңізі 30 жылдақ тартылып кетті. Ал енді ойланыңыз. Біздің үйде тұтынатын су құбыры шүмегінен ағатын су да теңіздер мен мұхиттарға құятын қандай да бір көл немесе өзеннен, оның ішінде жерасты өзені де бар, алынып жатыр ғой. Экологиялық маңызды мәселенің бірі шөлге айналу мәселесі. Қазақстанда шөлді аймақтардың артуы көптеген табиғи себептерге, құрғақ климат, елдегі біркелкі бөлінбеген су қоймалардың аздығы, сор басқан жерлердің көптігіне байланысты. Мұндай жерлерде ағаштар мен шөптер өспейді. Шөлейтті аймақтың кеңеюіне адамның да қатысы бар. Мал жаю, өрт және қоқыс полигондары, ормандарды заңсыз отау, барлығы да шөлді аймақтың артуын жеделдетеді. Сондықтан да ағашты кеспес бұрын, оның орнында бірдеңе өсе ме екен деп ойлау керек.
Біздің бабаларымыз осы әлемді біз үшін сақтаған. Егер қарапайым қағидаларды сақтап, табиғатты аялай білсек, біздің ұрпақтарымыз да әсем де гүлденген жерде өмір сүреді. Жақсы, олай болса, экологиялық мәселелерді шешу жолдарын қарастырайық. Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, экологиялық таза өнім алу, жерді қайта түлету, көгерту. Бүгінгі тақырып бойынша тест тапсырмасы. Бірінші, экологиялық білімнің негізгі көзі саналатын оқу пәні. Екінші сұрақ, экология сөзінің қазақша баламасы. Үшінші сұрақ, оқушының өзін өзі байқауы, өз әрекетін басқаның әрекетімен салыстыруы, қоршаған ортаға, табиғатқа, мәдени қатынас жасауға мүмкіндік беруі. Дұрыс жауап тестін. Экологиялық білімнің негізгі көзі саналатын оқу пәні. Ол экология. Экология сөзінің қазақша баламасы үй, баспана. Үшінші, оқушылардың өзін өзі байқауы, өз әрекетін басқалардың әрекетімен салыстыруы, қоршаған ортаға, табиғатқа, мәдени қатынас жасауға мүмкіндік береді. Яғни ол экологиялық мәдениет екен. Жақсы, олай болса, үйге тапсырма. Экологиялық тәрбие мен экологиялық білімді жаза отырып, екеуінің ортақ белгілерін көрсетіңіз. Екінші тапсырма. Бұл педагогикалық жағдаят. Мұғалім 4-ші сынып оқушыларымен баққа ағаш көшеттерін отырғызуға барды. Оқушыларға жұмысты қалай орындау керектігін түсіндіргеннен кейін олар жұмысқа белсене кірісті. Бірақ 2 сағаттан кейін барлығының жұмыстары баяулай бастады. Көбі күректеріне сүйеніп, өз-өздерімен әңгімелесе бастады. Мұғалім оқушыларға ескерту жасады. Олар жұмысқа кіріскенімен жұмыс алға баса қоймады. Мұндай жағдайдың неліктен туындағанын түсіндіріңіз. Ендеше астында бірнеше нұсқалар бар. Осы нұсқалардың біреуін таңдауыңызға болады, немесе өзіңіздің пікіріңізді қалдыруыңызға болады. Жұмыс дұрыс дайындалмаған мұғалім оқушыларды ұзақ еңбекке ынталандыруды қолданбады. Экологиялық ағарту жұмыстары аз нәтиже берді. 4-ші сынып оқушыларының экологиялық еңбек тәрбиесі дұрыс жүргізілмеген. Алғашқы қиындықтар ұжымдағы жұмыс жасау қабілеттерінің төмендігін көрсетті. Ең соңғысы, яғни өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сонымен бүгінгі біздің танысқан тақырыбымыз экологиялық тәрбие.